Konnichiwa. Жапония еш асырып мақтау айтпай-ақ, өзіндік қайталанбас ерекшелігі бар, дәстүрлерін заман көшін оздырмаса қалдырмай жарастырған ел екені даусыз. Мемлекет құрамында 6800-ден астам арал бар. Олардың ішіндегі ең үлкені Хоккайдо, Хонсю, Сикаку және Кюсю. Олар үнемі тамақ туралы әңгіме айтқанды жөн көреді. Әсіресе тамақтануға отырған кезде өздеріне астың қалай ұнағанын үнемі ортаға салады. Кешкі асты ішіп отырып бірнеше рет өте дәмді деп айтпау өте мәдениетсіздік болар еді. Жапондардың дұрыс тамақтану әдебін ұстанатын, бұл елдегі артық салмаққа ие адамдардың кездеспейтіндігі айғақтап тұрғандай. Токио қаласы әлемдегі ең қауіпсіз мегаполис. Токиода жүрудің қауіпсіз болғаны соншалықты, 6 жасар балалар қоғамдық көлікте жеке өздері жүре береді. Жапондықтар ақылға сыймастай еңбекқор, тыным таппайтын жандар. Олар жайдан жай түскі асын ішпей-ақ күніне 15-18 сағат жұмыс істей беруі мүмкін. Ал сіз мұражайда, метрода, аялдамада, тіпті жұмыс арасында да көз шырымын алып отырған жапондықтарды көрсеңіз, еш таңырқаудың реті жоқ. Бұл тәжірибе инемури деп аталады. Бір қызығы, басшылар қол астындағы қызметкерлері компьютерге бүкшиіп ұйықтап жатса, ескерту жасамайды екен. Өйткені олар ауыр жұмыстан зорыққан деп есептеледі. Бұл елде жұмысқа тура уақытында келу жаман мінез саналады. Жұмыс орнында адам кемінде жарты сағат ерте болуы керек. Жапонияның солтүстік қалаларында тротуарлардың барлығы жылытқышпен жасалынған, сондықтан да бұл жерлерде ешқашан көктайғақ болмайды. Көшелерінде тұрған қоқыс тастайтын жәшіктерін көрмейсіз. Барлық қоқысты жапондар сорттары бойынша 4 түрге: шыны, жанатын, қайта өңдеуге жарайтын, жанбайтындары деп бөліп, арнайы ыдыстарына салады. Ел көшелерінде, тіпті дәріхана дүкендерде де қолшатырлар салынған құмыраларды жиі көруге болады. Егер жауын құйып кетсе, олардың біреуін алуға болады. Сосын жауын тоқтағанда жақын маңдағы құмыралардың біріне салып кетіңіз. Әрбір екінші жапон суретті керемет сала алады және әнді де жақсы орындайды. Бір жағынан, бұл балаларды тәрбиелеу жүйесінің нәтижесі. Оларды алдымен сурет салуға және ән сала білуге үйретеді. Содан кейін барып сөйлеу мен жаза білуге баулайды. Жапонияда оқу жылы 1 сәуірден басталады. Сонымен бірге жапон тілінде айлардың атауы жоқ. Олардың орнына реттік санмен 1 ай, 2 ай, 12 ай деп атайды. Елдегі әрбір 3-ші отбасы ата-ананың арнайы қарауымен және құда түсудің нәтижесінде дүниеге келген некеден тұрады. Бұл жақта 100 жылдық мерейтойын атап өткен 50 мыңнан астам адам өмір сүреді. Елде өмір сүру ұзақтығының ең жоғары деңгейі 83-те 7 жас. Жапондықтардың зейнетақысы өте төмен, әр адам өзінің қартайған шағын өзі қамтамасыз етуі керек. Мұнда жер сілкінісі кезінде тонаушылық деген мүлдем болмайды. Адамдар өте адал, олар ешқашан жалған сөйлеу дегенді білмейді және не айтсаңыз да баладай сенгіш келеді. Егер сіз әмияныңызды ақшаңызбен жоғалтып алсаңыз, оның табылған мүліктер бюросына апарып берілу ықтималдылығы 90% деуге болады. Жыл сайын шамамен 1,5 мың рет жер сілкінеді. Елдің бүкіл тарихындағы ең жойқын сілкіністердің бірі 2011 жылдың наурызында болған еді. Сол жылғы жер сілкінісі 15869 адамды ажал құштырған цунами көтерді. Жапония мен Ресей Курил аралдарының иелігіне қатысты дауды әлі шешпеді. Бұл пікірталас 2-ші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері 70 жылдан астам уақыт бойы жалғасуда. Осака қаласында автомобиль жолы өтетін ғимарат бар. 16 қабатты бизнес орталығы Gate Tower Building деп аталады. Бұл ғимаратты салу туралы шешім қабылданған кезде онда жол бар болған болатын. Сондағы жердегі табысты жоғалтпау үшін магистральды ғимарат арқылы жіберу туралы шешім қабылданды. Кейбір шапшаң жүретін пойыздарда кондуктор ішке кіргенде алдымен бас киімін шешіп, иіліп амандасып, содан соң барып билет тексереді. Жапонияда әлемдегі ең жылдам пойыздардың бірі қатынайды. Олардың кестеден ауытқуы әдетте 18 секундтан аспайды. Сонымен қатар магнитті көпшіктегі пойыз жылдамдықты 603 км сағатына дейін көбейтуге қабілетті. Бұл абсолютті рекорд. Жапонияда 4 бұрышты қарбыз өсіріледі. Бұл пішін жемісті қаптау және тасымалдау процесін айтарлықтай жеңілдетеді. 1 миллионға жуық жапондық хикикомор, яғни қоғамдық өмірден өз еркімен бас тартқан адамдар. Олар әртүрлі жеке және әлеуметтік себептерді басшылыққа ала отырып жалғыз таңдап өмір сүреді.
Жапонияның ең үлкен диаспорасы Бразилияда тұрады. Онда шамамен 1,5 миллион адам бар. Олардың жаппай қоныс аударуы 19 ғасырдың соңында Жапония халқының көптігінен басталған болатын. Көшелердің көбіне ешқандай атау берілмеген. Онда мекенжай ретінде кварталдардың саны қолданылады. Аниме – жапондық анимация. Басқа елдердің анимациясына қарағанда, шығарылатын анименің орасан зор бөлігі жасөспірімдер мен ересек адамдарға арналған. Сондай-ақ өзіндік сурет салу стилімен және жанрларының әртүрлілігімен ерекшеленеді. Соның арқасында бүкіл әлемге танымал. Қазіргі жапондық анимацияның негізін Осаму Тезука салды. Жапондық анимацияның көбісінің белгілі бір бөлігі ересек аудиторияға арналған. Бұл анименің философиялық және идеологиялық мазмұнына көп көңіл бөлінуінде көрінеді. Аниме шағын, арнайы аудиторияларға арналған. Бөліну критериялары ретінде көрерменнің жасы, жынысы, психологиялық типі болуы мүмкін. Манга – жапон комикстері, кейде комикку деп аталады. Қазіргі кезде манга ертедегі жапон өнерінен дамығанымен, осы қалыпқа екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін батыстық дәстүрдің әсерінен келді. Жапонияда манганы барлық жастағы адамдар оқиды. Ол көркем өнер ретінде де, әдеби құбылыс ретінде де сыйланады. Сондықтан көптеген жанрдағы және әртүрлі тақырыптарға арналған шығармалар бар. Хикаялар, романтика, спорт, тарих, юмор, ғылыми фантастика, қорқынышты әдебиет, бизнес және тағы басқалар. Барлық дерлік манга қара ала түспен салынып басылады, бірақ түсті мангалар да бар. Мысалы, Colorful, оның аты ағылшын тіліне түсті деп аударылады. Жапония соңғы 8 жылда 3 рецессиямен күресті. Солардың екіншісіне 2011 жылы елдің солтүстік шығысын астынан кестең еткен зілзала мен цунами себепші. Үкімет Токио 2020 олимпиадасын көп мейман тартып, жапон бизнесі мен инновациясын насихаттауға пайдалануды көздеп отыр. 4 жылда бір рет өтетін әлемдік ең үлкен спорт додасы Олимпиада ойындары 2020 жылдың жазында Жапонияда өткізіледі деп жоспарланған болатын. Алайда коронавирус пандемиясына байланысты Олимпиада уақыты осы жылға шегерілді. BBC агенттігіне Жапонияның Олимпиада және Паралимпиада істері бойынша министрі Секу Хасимото әлемді жайлаған індеттің беті қайтпаса да, жарыс 2021 жылы өткізілетінін айтқан. Хасимото өз сөзінде, Олимпиадаға ұйымдастырушылар да, спортшылар да жақсы дайындалды. Біз бұл шараны қайткен күнде де өткізуіміз керек. Санитария талаптары қатаң сақталып, әр қатысушының денсаулығы бақылауда болады деді. Шетелдік басылымдар егер Токио Олимпиадасы 2 жылға кейінге қалдырылса, қысқы Олимпиада 2022 жылы Бейжіңде ұйымдастырылады деп жазған. Сол жыл жазда Токиода жазғы Олимпиада өтпек. Халықаралық Олимпиада комитеті бұған дейін Токиода өтетін шара бұрын жоспарланғандай 24 шілдеде өтеді деген. Кейіннен аталған комитеттің вице-президенті Джон Коутс Олимпиада коронавирус тоқтамаса да ұйымдастырылатын болады. Жарыс 2021 жылдың 23 шілдесінде басталады. Бұл жарыс COVID-19 вирусына қарсы шыққан алғашқы шара болады деді. Аригато. Сайонара, көріскенше достар.